әнге кезек берейік. Қазір өзіңіздің жаныңызда отырған облыстық ән байқауларының лауреаты Мирас Мэлс келіп отыр екен. Ендеше ән бауырымай көрерменге тарту етсеңіз. Бабалар аманатын, ұрпақтың ғаламатын, бауырлар бірлігінде, әулеттің саламатын, бауырымай, бауырымай, сен екенсің бауырымай, мерекемсің бауырымай, берекемсің бауырымай, бауырымай, тілегімсің бауырымай, жүрегімсің бауырымай, тірегімсің бауырымай. Көрмесем сағынатын, қиналсаң табылатын, жаныңа жылу беріп, шырақ боп жағылатын, бауырымай, бауырымай, сен екенсің бауырымай, мерекемсің бауырымай, берекемсің бауырымай, бауырымай, тілегімсің бауырымай, жүрегімсің бауырымай, тірегімсің бауырымай. Бауырым тілектесім, бір туған жүректесім, өмірім өріш шайған, тарылтып жүдетпесін, бауырымай, бауырымай, сен екенсің бауырымай, мерекемсің бауырымай, берекемсің бауырымай, бауырымай, тілегімсің бауырымай, жүрегімсің бауырымай, тірегімсің бауырымай, бауырымай, шуағымсың бауырымай, шырағымсың бауырымай, тұмарымсың бауырымай, бауырымай, тамырымсың бауырымай, жалынымсың бауырымай, жанырысың бауырымай, бауырымай. Бәрекелді. Расында да бауырдың орны бөлек. Бауырым сен екенсің, бауырым мерекемсің, бауырым берекемсің, бауырым. Керемет ән. Енді Мирас, осы бағытта бұл әнді шырқап жүргеніңізге қанша уақыт болды? Әңгімеге араласа отырыңыз. Ең алдымен барша көрермендерге, жайғы жұртына ассалаумағалейкум деп амандасып алайын.
Енді осындай бағытқа келіп, өзім жеке ән жазып, осындай бір жолға түсіп кетуіме себепкер болған осы қалаға келгеннен кейін Ерік ағам. Ерік ағама осы халықтың алдында ең алдымен де рахмет айтамын. Бауырмай деген әнді орындап жүргеніме 3 жылдың көлемі болып қаншаты. 3 жылдың көлемі болды. Ерік ағам бірінші екеуміз танысып көріскеннен кейін сол Бауырмай деген әні ұнады маған. Әні, әуені, сөздері, өзім кішкене андай жай әндерді орындағанды жақсы көремін. Лирикаға, иә. Сондықтан да бұл ән маған жақын болды, себебі оның тақырыбы да өте бір тамаша, Бауырмай деген сөздері, әуені барлығы келіскен ән болатын. Содан кейін маған Ерік ағам өзі ән орындап жібердім, Ерік аға ұнады. Содан бері осы Ерік ағамның Бауырмай деген әнін орындап жүрмін. 3 жылдай болды. Бәрекелді. Енді бұл ән конкурстық бағытта жазылған ән емес, бұл ән көбінесе жиын тойларда, дастархан басында айтылатын әндер сияқты, иә, қатарында. Жалпы олай деп шығарған жоқпыз. Дегенмен былай бауыр, оның ішінде ағалардың да құрметіне, оның ішінде сөздерін қарап атсақ, енді негізгі орындаушысы жаңа Астана қаласында Әкімхан Мәженов деген жігіт орындап жүр, соның қоржынында. Негізі бұның 3 нұсқасы шықты. Бірінші нұсқасы осы өзім өңделу барысында. Иә, өзім жаңа ұстазым Талап Таймасұлының сөзіне жазылған ән ғой. Соны өзім бірінші шырқадым. Сосын жаңа осындағы өнерпаздарға, айтам деушілерге ұсындым. Сол Мирас бауырым өзі шырқап жүрді. Ең бірінші жаңа 3 әнші жігітке ұсындық. Жаңабай Өтегенов, Амантай Әбенов, Әкімхан Мәженов үшеуі шырқап шықты. Содан кейін қазір жеке қоржынына Әкімхан бауырым еншілеп алды. Енді Орал қаласында Мирас бар, тағы да айта берсек көптеген өнерпаздар шырқап жүр. Жалпы кейбір жаңағы сахналарда, ағалардың кештерінде осы әндерді шырқап атады, мерекелік кештерде. Я сол айтып отқаным мерекелік кештерде деп отырмын ғой. Қымбатты телекөрермен, хабарымыз